Судың ерекше қасиеті заттарды ерте алуы. Заттардың көбі суда еріп еретінде түзеді. Еру дегеніміз бір заттың бөлшектерінің екінші заттың бөлшектерімен біркелкі араласуы. Заттардың барлығы бірдей суда жақсы ери бермейді. Заттарды суда ерігіштігі бойынша 3 топқа бөлуге болады. Жақсы еритіндер, нашар еритіндер, ерімейтіндер. Заттардың ерігіштігі температура мен заттың табиғатына байланысты. Қатты заттардың көбі температураны арттырғанда оңай ериді. Табиғаттағы судың құрамында еріген минералды заттар болады. Судағы еріген зат мөлшері оның кездесетін жеріне байланысты. Мен қазір тұзды суда ерітемін. Маған 1 стақан жылы су керек. Тұзды суға салып араластырамын. Судың дәмі жоқ, судың дәмі пайда болды. Тұз суда еріді. Мен қазір акварель бояуының суда қалай еритінін көрсетемін. Ол үшін бізге акварель бояуының бір түсі керек. Бір түсін суға салып араластырамыз. Түсі өзгереді. Жай судың түсі басқа түске ауысып кетті.